Сәлем достар, бұл Данышпан YouTube арнасы. Бүгінгі видеода біз Қазақстанның ең танымал Q-pop тобы 91 туралы біліміңді тексереміз. Сені көптеген қызықты сұрақ күтіп тұр, әр дұрыс жауап үшін 1 балл аласың. Видео соңында қанша балл жинағаныңды міндетті түрде комментарийге жазып қалдыр. Кәне, кімдің фан білімі мықты екенін көрейік. Видео басталмай тұрып арнаға жазылып лайк басып кет. Бұл бізге үлкен мотивация. Дайынсың ба? Онда кеттік. 91 тобында неше қатысушы бар? Өмір жалғаса береді, бәріміз бақытты болуымыз керекпіз. Сәлем! Топ қандай лейблді дебют алған еді? Арасында кімнің жұлдызнамасы сухойғыш? Фан-клубтың атауы қалай? Дебюттік ән қалай аталады? Кімнің дауысы мықтырақ? Саған қай альбом ұнайды? Зактың жарының есімі қалай? Саған көз салғанда мен Топтың лидері кім? Өмір жалғаса береді, бәріміз бақытты болуымыз керекпіз. Бастысы. Топтан кім шығып кеткен еді? Топ мүшелері қандай жобамен іріктелді? Кімді таңдайсың? 91 әлде BTS? Мен дедім жоқ, байлайтын. Бұл трек қалай аталады? Қай сыйлықты таңдайсың? Бұл қай әннің мәтіні? Әперем ай, қиналмай. Алем қай қалада туған? Кіріп барам, жігіттер, темек бар ма жігіттер? Бала қандай аспапта ойнай алады?
Don't mean to listen. Жанығайыңды Қай қатысушы кәсіби түрде би өнермен айналысқан? Олар қай жылы дебют жасады? Всем привет! Бұл қай ән? Қайсысы қаттырақ ұнайды? K-pop әлде Q-pop? Бұл кімнің даусы? Мен емес әннің тақырыбы не туралы? Тұр аспанда жұлдыздардың бәрі болған қасымда Әлемнің баласының есімі қалай? Танысып қойыңыздар да. Oh my god, it's so beautiful. Сенің ойыңша кім бұл? Жүр мәплебәні бастапқы жоспар бойынша кіммен фитте шығу керек еді? Сыйлап леді болған мен ян Кім жас отан мүшесі болған еді? Қай қатысушы сурет салумен айналысады? Бұл қай альбомның обложкасы? Кейде ойланам, қару-жарақ не үшін қажет деп. Адам-адамнан Квиз көңіліңнен шықты ма? Керемет! Сен топ туралы қаншалықты білетін болып шықты? Комментарийде неше дұрыс жауап болғанын жаз, ұнаса лайк бас, арнаға жазыл, және достармен бөліс. Келесі квиз жақында. Тек данышпан арнасында.